Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен Еков Мобайл арқылы үйде отырып электронды тәсілмен жер учаскесін алу үшін кезекке қалай тұруға болады, соны үйрететін боламын. Жер учаскесіне кезекке тұру үшін ең алдымен телефондарыңыздағы Еков Мобайл приложениясына кіресіздер және де авторизация жасайсыздар. Авторизация жасағаннан кейін төменгі жақта услуги деген батырманы басамыз. Услуги батырмасын басқаннан кейін бұл жерде тізім шығады. Тізімнің ішінен недвижимость и ЖКХ дегенді таңдаймыз. Таңдалғаннан кейін көптеген қызмет түрі шығады. Осының ішінен 10 соттық жер учаскесіне кезекке тұру деген сөйлемді табамыз, яғни қызмет түрін табамыз. Міне біз өзімізге қажетті қызмет түрін таптық. Бұл просмотр или постановка на очередь на получение земельного участка. Яғни 10 соттық жер. Қажетті қызмет түрін таңдағаннан кейін бізде осындай бет шығады. Енді біз тип заявления дегенді таңдауымыз қажет. Бұл жерде постановка на очередь, актуализация ранее поданных заявлений, снятие с очереди деген 3 тізім шығады. Осылардың ішінен біз постановка на очередь дегенді таңдаймыз. Келесі бізде аймақты таңдау қажет. Қай жерден сіздер 10 соттық жерді алмақшысыздар, соны таңдайсыздар. Мысалы, біз Астана қаласы деп таңдадық. Бұл жерде, яғни берілетін жер учаскесі жоқ деп шықты. Сондықтан басқа қаланы таңдайтын боламыз. Мен Жамбыл облысының ішінде Тараз қаласы деп таңдадым. Өздеріңізге қажетті аймақты таңдап болғаннан кейін мен келісемін, яғни я подтверждаю деген жерді басасыздар. Одан кейін жалғастыру, яғни продолжить батырмасын басасыздар. Осы әдіс арқылы сіздер жер учаскесін алуға кезекке тұрасыздар.